Всем привет! Қалайсыңдар? Мен YouTube каналыма қош келдіңдер. Жаңадан қосылсаңдар, тіркеліп кетіңдер. Бүгін біз Төңкеріс тауына барамыз. Мен ожидаймын. Братчикамды күтіп отырмын. Қазір ол келгеннен кейін шығамыз. Мына жақта заттарым дайын. Мынау кішкентай сумка, шапкаларым, курткаларым, мынау майда-шүйде заттар. Біз қазір Шымкентке дейін 1-2 сағат жүреміз. Одан кейін барып турға қосыламыз. Соған чай, мындай жейтін нелер алдым, выпечкалар, су, қайнаған су алдым, чтобы чай ішу үшін жолда. Вот так. Бүгін күннің образы осындай двойка. Ақ двойка алдым. Бізде Таразда қар жаумай жауып жатыр қазір. Даланың бәрі аппақ. Еще біз Төңкеріс тауына турмен баратын болғандықтан, ол жақта жаңа орта болады, және де ән кештер сондайлар болады екен. Соған қызығып, торға барамыз деп шештік. Бауырлармен, келінімен, сосын тағы 1-2 інімнің достары. Солар барамыз. Інім келді, үйден алып кетті. Біз Тараздан Шымкентке қарай жолға шықтық. Мына уже трасса, ана жақта таулар көрінеді. Тараз бен Шымкенттің арасындағы жер асты жолы. Ана ішінен көрінеді, прям жарық болып жер күшті көрінеді. Автобусға міндік. Турдағы адамдардың бәріне осылай печатте күніңіз сәтті өтсін деп жазылып тұр. Мен есім Ануар болады. Димитриевның гиді болғам. Қандай сұрақ барын маған келсеңіздер болып шықтыңыз. Мөлдірейміз, шайқаймыздар, дұрыс па? Мөлдіріп, шайқап, өзіміз паталау қойып. Мына жерде 4 автобус барды, тағы біреу қосылады қазір. Төңкеріс тауына келдік. Демалыстамыз. Мына әпкеміздің арқасында. Мына жақта самаурын қойылып отырады. Таулар прям әдемі көрінеді екен жақыннан. Шай ішіп жатырмыз. Осындай адам. Тамақ алып келеді. Біздің тамақ осындай. Куриный, картошка, бар екен. Сен барда аспада, менде маңғи қаралғаны. Қанеке бірге болсам? Сен барда аспада, әр сөзіңді жаттап алған. Өзгер шашым күзіңде, көрмей-ақ қой мені түсіңде, саған жазған әндерімді түсіңде. Ән тыңдап, тамақ ішіп, енді ат мінуге бара жатырмыз. Таудың төбесіне шығып бара жатырмыз. Қазір таудың төбесіне Төбеңпен сырғанаймыз. Таудың төбесінде осыншама адам тұр. Төбеңпен сырғанау үшін күтіп тұрмыз. Бұның барлығы турмен келгендер фотосындай домалақ Төбеңпен отырғанымызда сырғанаймыз. Төбеңке отырып алдық. Енді осымен жақсылап тұрып сырғанауымыз.
кеше түсіп жатқан кезде інім кофе алып келді. Кофе ішіп тұлынып жатырмыз. Атқа да міндік, сырғанадық, енді таныс болдың, кешкі костер. Осының қасында бәріміз бірге айтамыз қазір. Кешкі костерден кейін автобусымызға келіп, жаланып, уже жолға Шымкентке келдік. Тур вообще күшті болды. Прям күшті. Ана жаққа жиналамыз. Келіңдер Жебетау сағатшылары, Жебетау құмның алдына фотоға түсіп. Саяқтаушылардың көңілге қалай? Турдан кейін біз мама кепси салып жүрді. Вот осы кепсиді жеп отырмыз. Ыстық шай. Мына біздің вайб осындай. Қазір машина қызғанша күтіп отырмыз. Мына жақта Әлия отыр. Мына жерде Мұрат отыр. Үйге келдік. Тур вообще күшті болды. Маған ұнады. Прям күшті. Енді келесі жолы тағы 2-3 турлар бар екен шығаратын. Сол турларға баратын болам. Біз Шымкенттен бардық турға. Шымкентке дейін, Тараздан Шымкентке дейін өзіміз машинамызбен бардық та. Одан кейін турға міндік. Турдың прям вайбын сезіндім. Для меня ондай вайб маған қатты ұнайды. Көпшіліктің арасында билеп, шулап, солай барған ұнайды. Еще көрдіңіз, мен дауысым қарылық қаламыз, айқайлап. Сөйтіп, ана жерде еще біз төбеден сырғанадық, тюбинг болды да. Сол тюбингтен сырғанадық. Тюбингтен сырғаннан кейін кәдімгіден 1-2 адам ғана емес, 10 шақты адам бит топырлап, короче, сөйтіп сырғанайсың да. Сондай болды, атқа міндік, естелікке толы күн деп айта аламын. Енді келесі жолы обязательно осы турдың инстаграмын алып алдым. Осы турға Шымкенттен баруға мүмкіншіліктер көп екенші. Неше түрлі турларды айтты, короче, соларға барамын. Тур бізде Жебе Тревел болды. Жебе Тревелға көп рахмет. Менің видеом ұнаса, сіздерге лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Всем пока!